Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен Ақтау қаласынан келген құрбыммен кездесейін деп жатырмын. Сол Абу-Дабида кездесеміз деп келістік. Ол сәл кешігіп келеді. Мен қазір біраз жүре тұрайын деп тұрмын. Және де мангоны барып қарайым, көп болды. Киімдерін қарамағанына новый коллекциясын көрем. Осындай күшті фонтан болып жатыр. Мына жерде адам көп. Мынау біздің местный музыканттарымыз. Өлең айтып жатыр. Сіздерге Абу-Дабидің қалай көрінетінін көрсетемін іштен. Осындай. Қазір біз манго аларымыз. Мына жерде Starbucks. Міне мен сүйікті бутигім манго. Қазір 70% жеңілдік болып жатыр екен. Рубашка красивая. Ну, просвечивает. Не наброс жир. Біз құрбымыздан кездесеміз деген новый, очень инстаграмный сондай күшті жер. Аз көріңіз үшін. Здравствуйте. Мен келдім. Отыратын осындай жер. Қазір можно басқа жерге ауысуға. Вон там ракушкалар бар дейді. Қазір ана не құрбым күнде кешігеді. Сол үшін мен всегда кездесуге ол всегда как минимум 30 минутқа кешігіп келеді. Енді осы жолы көрейік қаншалықты не болғанын, пунктуальный болғанын. Міне құрбым келді. Ровно мен 30 минут кешігіп деп едім, ровно 30 минутқа кешігіп келді. Традиции надо соблюдать. Я всегда опаздывала и буду опаздывать. Нағыз қазақ екен мәңгілік жабық. Мен енді машинада дәл Абу-Дабидің қасында 30 минут тұрдым. Честно говорю. А так я осының қасында тұрамын. Негізі самый жақын тұратын кісі мен алыс тұрамын оған қарағанда. Міне бургер заказ бер. Өте күшті сияқты. Я аппетит хороший. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кешкі Астанада қыдырайық деп шештік. Бұл набережка жер. Жер Арбат деп аталады. Кешке қарай жастар өте көп. Кешке кейде бір музыканттар келіп өлең айтады. Мына жерде біздің жастар, новое поколение волейбол ойнап жүр. Біздің местный суретшілердің жұмыстары. Әне ар жақта жанды дауысымен естіп тұр. Қазір барып естик. Шынымен де бір әншілер көп. Ана жерге қоғамдық дәретхана орнатып жатыр екен. Өте жақсы. Менің ең басты осы
уайымдайтын жерім осы қоғамдық дәретхана болса өте жақсы болар еді деп ойлайтынмын. Сол жақсы келіп жатыр бәрі. Күн ыстық емес, жақсы, өте жақсы, сондай бір салқын жел ұрып тұр, бірақ суық емес, күшті болып тұр дала. Міне местный әншілеріміз. Мынау Есіл өзені. Бұл жерде адамдар отырады. Мына жерде катерлер бар, ол жерде отыруға болады. Құнын білмеймін. Мына үйлерде бұрын менің тетям тұратын. Также вышел царский указ о запрете казахов для кочевания, то есть для перехода из кочевого уклада жизни в оседлый, что тоже вызвало недовольство местного населения, потому что полностью поменять уклад жизни и так далее, они были к этому не готовы. Поэтому Чингис-хан возглавлял общественное восстание на всей территории Казахстана. И получается, по приказу и когда по приказу Николая II за поимку головы Чингис-хана объявили большой гонорар по тем временам. И получается, с России сюда прибывали солдаты для того, чтобы поймать его. И Чингис-хан об этом знал, и он тогда начал прятаться в разных пещерах, в разных горах. Русские солдаты, которые сюда приходили, они не знали хорошо территорию Казахстана, географию не знали, территория очень большая. И вот получается, когда Кенесары-хан уже находился на территории, получается, современной Алматинской области, там есть граница между Казахстаном и Қатты. Нормально. 200-ге берерсің. Так что, 200-ге қаншаны береді, а? Надан біреу ал? Иә. Мағанна біреуден біреу. Мынау қанша? 300 теңге. Ау? 300 теңге. 300 теңге? Қайсы? Мынау 300 теңге ме? Жоқ. 250. 250 дейді және. 250, наны 200-ге берем дедіңіз, а? Жоқ, бұны 200-ге беремін. Мынаны қаттылықты береміз 200-ге. Иә, біреу. Аха. Мынау біздің аттракцион паркымыз. Бұл жерде мен кішкентай кезімде көп отыратынмын осының аттракцион нелеріне. Орыстар туралы Ануар бір статистиканы байқады. Статистика емес, өзім байқаған Ресей халқына келгенде Ресей халқына келгендер келген орыстар біздің өзіміздің орыстармен салыстырғанда екі түрлі. Кейін келгені байқаған түрлері де қызық солар. Керемет. Қызық. Өзім байқағаным. Конечно, олар қызық көрінеді екен бізге. Бағана бір топ орыстар көрді. Именно Ресейден келген. Экскурсиямен жүрген. Тағы да басқа ұлт өкілдері қосылып жатыр негізі. Қосылғаны жақсы, бірақ қосылғаны жақсы. Қазақша үйренсе болашақта одан да жақсы болады. Кстати, мынандай алып өтті. Иә, Грузияда алдық.
Кидаем бананы, да? Давай, первый банан, давай, кидай. Вот, давай, давай второй банан. Мама, похлопай. Ой, молодец. Сколько я могу тебя звать? Это Таня. Көрік. Алина, жігер ұстап ал. Алина. Балалар құмырсқалар сияқты, е? Вот жақын уақытта мынандай үй салды. Перевернутый дей ма, қалай айталады? Наоборот, төбесі астында, асты үстінде осындай үй. Ішіне кіріп көру тегін ба? Кірудің құны 2000 тұрады екен. Білмеймін енді сонша не кереметтілігі бар, 2000-ға. Стоит, не стоит, білмеймін. Мынау Riverside деген отель өте керемет. Жаңа мынадай набережканың бойында. Өте әдемі. Қазір мына жерде бір не болып жатқан сияқты. Той ма, бір жиын, мероприятие болып жатқан сияқты. Бүгін үйімізге жаяу барамыз деп шешті. Жақын, в принципе. Қазір міне жолдан өтеміз, көпір арқылы. Кетеміз. Міне өтетін жол бар. Машиналар жүреді.